Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кішігірім ғана распаковка жасайтын боламыз. Соның біріншісі бізде беконус қызыл түрінен 3 мм. Яғни бұл менде 1580 теңгеге шықты. Ішінде 10 жіп. Өте әдемі. Ішінде 10 жіп. Түсі өте әдемі, өте жылтырап тұр. Екінші распаковка бізде заколка, яғни өзімнің бантиктеріне арнап алған болатынмын. Зажим 6 сантиметрлік. Бұнда бізде 10 штук. Мінекей. Өте жақсы жағдайда келді. Және де бізге осындай берген болатынмын. Бұл не десек, бұл яғни бантиктерме, резинкілерме арналған қыстыртқы. Открытка сияқты қағаз қыстыратын. Бұл менде 1510 теңгеге шықты. Ішінде қателеспесем бізде 100 штук болу керек. Осындай бізде открытка. Осындай, яғни зажим невидимка қыстыруға болады. Мысалы, менде осындай бантик бар жасалған. Сондай бантикті мысалға алып, былай сыртына қыстырсаңыздар да болады. Осылай, немесе осылай ішіне бүйтіп қыстырамыз. Мен негізі кішкене үлкендеу келеді деп ойлағам, дегенмен осындай бізде кішкентай болып шықты. Бірақ сапасы өте жақсы. Келесі бізде осындай чешский бисер бердім. Яғни бұл бізде чешский бисер, бұл бізде нөмір 10. Және осындай қою көк түсінен бердім. Өте жақсы күйде келді. Ішіндегі бисерлер бәрі бірдей. Осымен біздің распаковкамыз бітті. Егер сіздерге ұнаған болса, каналға жазылып, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.